Қайырлы күн, оқыту әдістемесінің екінші нұсқасын назарларыңызға ұсынамын. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтау үшін көрсетілім. Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем. Ойлау қабілетінің жылдамдығы. Бұрынғы материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ. Түрткі болу. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Сынақтан өткізу. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор. Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Баланың білім, дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерін дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал. Көпіршелер. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізу, сұрақ қою мысалы. Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма? Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі. Сынақтан өткізу. Оқушыны жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі. Өз жауабын түзетуге, нақтылауға. Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез құлқына ықпал ету амалдары. Тәрбие әдісі. Оқытудың түсініктілік принципі. Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді. Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай, санасына, сезіміне, әдет қылығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету. Адамгершілік тәрбиесі. Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны. Педагогиканың үдерісі. Сұрақ қою. Сапаны арттыру. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Білім, білік, оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі. Тәрбие жұмысының заңдылықтары.
тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы. Ұжым тәрбие субъектісі ретінде тұлғаның дамуына бағытталады. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип. Бірізділік деп аталады. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Оқу танымдық іс-әрекетті меңгеруі. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз.